Коронавирустық инфекцияның таралу екпіні жоғарылауы салдарынан шаһар айналасына санитарлық өткізу бақылау пункттері қойылды. Өлкеде қарашаның бірінші аптасында 27 жағдай анықталған болса, қарашаның соңғы аптасында КВИ-дің 51 жағдайы тіркелген. Осыған орай қала кіреберістеріне санитарлық бекет қойылу туралы Ақмола облысы бас санитарлық дәрігерінің қаулысы қабылданды. Санитарные посты выставлены вокруг города Степногорска. Қала аумағында 3 санитарлық блок бекеттердің қойылу себебінің бірі 2 жағдай анықталған Заводской кентін қоспағанда жақын кенттерде КВИ-мен сырқаттанғандардың саны тіркелмеген. Қала айналасындағы санитарлық бекеттердің атқарып отырған рөлі олар қалаға кіретін және шығатын басқа өңірлердің тұрғындарына КВИ таралуының алдын алу мақсатында жасалып отырған сақтандыру шаралары деп отыр басқарма басшысы. Санитарлық бекеттерге кіру немесе шығу кезінде жол парақтарын, тауар және жүк құжаттарын, медициналық мекемелерге берілген жолдамаларды және жеке куәліктерді, яғни елді мекенге шығу немесе кіру мақсатын растайтын құжаттар ұсынылуы қажет. При выезде или въезде через санитарные посты необходимо предоставить Адамға және көлікке, азық-түлік және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кіру үшін stopcorona.kz сайтына тіркелген жағдайда, сондай-ақ Ақмола облысында тұрмайтын қосымша тұлғалар ПТР әдісімен COVID-19-ға тестілеудің теріс нәтижелерін ұсынуы қажет. Бұл нәтиже тест алынған сәттен бастап 30 күн ішінде жарамды болады. Ал Степногорск қаласына кіруге және шығуға рұқсат етілген тізімге кірмеген адамдар үшін COVID-19 тестісі тест тапсырған сәттен бастап 3 күннен аспауы тиіс деп мәлім етті жауапты жүйе өкілі. Өңірде азық-түлік дүкендерінде жұмыс кестесі қысқартылды. Енді олар таңғы 7-ден кешкі 8:30-ға дейін жұмыс істейді. Ауданы 500 шаршы метрден асатын тұрмыстық емес дүкендердің жұмыс күндері тек 9-дан бастап сағат 8:30-ға дейін жұмыс істейді. Ал жексенбі, сенбі және мереке күндері қоғамдық емес дүкендердің жұмысы тоқтатылды. КВИ жоғары аурушаңдығына байланысты қала бойынша халықтың қозғалысына да кешкі сағат 21:00-ден таңғы сағат 6-ға дейін шектеу салынды.